Alhamdulillah деген сөздің артықшылығы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillah деген сөз даңаза Аллахқа ғана таандық, Аллахқа шүгір деген мәнелерде қолданылады. Аллах Таала иық Құранда мұндай дейді: "Ва куллил хамдулиллах". Тақтап айтқанда даңаза Аллахқа ғана таандық деп айтқан. Исра сүресі 111 аят. Ва ахири давахум анил хамдулиллахи раббил аламин. Башқача айтқанда, иманға келіп, жақшылық іштер менен алек болғандардың ақырқы дұбалары даңаза аламдардың жападан жалғыз иесі Аллахқа ғана таандық деген дуа болады. Юнус сүресі 10 аят. Хамд деген сөздің мәнісі Аллах Тааланың бізге өролып берген ба жеткіс жақшылықтарына разычылық білдіріп, Аллах Тааланы даңқтау деген мәнені түшіндіреді. Даңаза бүткіл аламдың жаратқан егесі Аллах Таалаға ғана таандық. Хамд Аллахтан башқа ешкімге айтылбайды. Аллах Тааланы даңқтау бұл аға шүгір келтіруінің башы. Дұбалардың ең пайдалысы бұл Алхамдулиллах. Тамақтанған соң Аллах Таалаға шүгір келтіріп, аны даңқтау мұсылмандық миллеттерімізден болып есептеледі. Чүчкіргенде де Алхамдулиллах деп айтылады. Мұны ұққан адам Ерхамукаллах, Аллах Таала сені өзінің чексіз мейіріміне бөлесін деп айтышы керек. Ал эми чүчкірген адам аға жооп қылып: "Яхдина ва яхдикумуллах". Аллах Таала сізді да, бізді да адал жолдан адаштырбасын деп айтусы зарыл. Hazreti Ibn Abbas Hazreti Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенін айтады: "Бейішке ең біріншілерден болып, молчылық учурунда да, жоқчылық учурунда да, башқача айтқанда ардайым Аллах Тааланы даңқтап, шүгір келтіргендер чақырылады". Табарани. Hazreti Anas бин Малик айтып қалтырған құтты хадисте мындай делет: "Иштерді терең ойланып жасау Аллахтан, ал емес шашып жасау шайтандан. Ешкім Аллахтан көп далилге ие емес. Ошондой эле Аллахты даңтап даңазалоодон өткөн жакшы нерсе жок". Абу Яла. Hazreti Jabir Hazreti Пайғамбарыбыздан саллаллаху алейхи ва саллям бұл сөзін ұққанын айтады: "Аллах Таала қайсыдыр бір пендесіне бір жақшылық ұролығын кезде ал Алхамдулиллах десе, ошол жақшылығы үшін Аллах Таалаға шүгір келтіру милдетін атқарған болады. Ал адам бұл сөзді екінші жол айтса, Аллах Таала аға сооп жазат. Ал эми үчүнчү жолу кайталаса, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет". Бұл баян ең сүйікті пайғамбардан ең пайдалы дуалар аталыштағы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.